Сіздермен бірге куәгер каналы. Каналға жазылмай көретін адамдар көп екен, каналға жазылып қойыңыз, біз үшін үлкен көмектеріңіз тиетін еді. Рахмет, ондай болса жалғастырайық. Грег Фленакан 55 жасар ер азамат, оның Сьюзан атты жұбайы бар. Олардың балалары болмады. Олар екеуі 2 рет үйленген еді. Сьюзан бірінші рет Грегке 20 жасында тұрмысқа шықты. 5 жылдан кейін олар ажырасты. Бірнеше жылдан кейін Сьюзан Грегке қайта хабарласып кездесуге бел буды. Оларға көп уақыт керек болмады қайта қосылуға. Олар қайта үйленді. Олар Лафайт қаласында өмір сүрді. Грег жұмыс барысымен басқа қалаларда көп жұмыс жасады. Соңғы қалалардың бірі Бамон қаласы еді. Ол Бамон қаласына жұмыспен келген кезде әрдайым элегант қонақжайына тоқтайтын. Бұл оқиға 16 қыркүйек 2010 жылы Бамон қаласы, Техас штатында болды. Элегант қонақ үйі 348 бөлмеде таң ертеңнен бастап ұялы телефон тоқтамай шырылдады. Телефон шалып жатқан Сьюзан Фленикон еді. Ол әрдайым таң ертең жолдасымен, яғни күйеуі Грег Флениконмен телефонмен сөйлесетін. Бірақ бұл күні ол телефонға жауап бермеді. Таңғы сағат 9-да Грег жұмыста болу керек еді. Оның әріптесі Грегке телефон шалды. Жауап болмағаннан кейін, ол оның тұрып жатқан қонақ үйге баруды шешті. Қонақ жайға келгеннен кейін ол менеджерге әріптесінің телефонға жауап бермей жатқанын жеткізіп, бөлмесіне баруды сұрады. Ол менеджермен бірге 348 бөлмеге барды. Менеджер бірнеше рет есікті қақты. Жауап болмағаннан кейін, менеджер қызмет картасымен есікті ашты. Есік ашылғаннан кейін олар 55 жасар Грег Флениконның қимылсыз еденде жатқанына куә болды. Полиция мен жедел жәрдем қызметі қылмыс болған бөлмеге жетіп келді. Тергеушінің ойынша бөлмеде одан басқа ешкім болмаған, ол өзі қайтыс болуы мүмкін деді. Өйткені бөлмеде басқа адамның аяқ ізі немесе саусақ іздері болмады. Грегтің сол қолында темекінің қалдығы, төсектің үстінде күл салғыш, шоколад, теледидардың пульті жатты. Теледидар болса қосулы болды. Тергеушіні күдіктірген нәрсе ол кондиционердің өшіп тұрғаны, өйткені дала қайнап тұр еді, ал бөлмеде ыстықтан ауа болмады. Мәйітті криминалистер алып кетті. Олардың сараптамасы бұл іске басқа адамның ісі бар екендігіне көз жетті. 55 жасар Грег Фленаконның денесінен бірнеше жарақат байқады. Иектің астында жарақат табылды, және екі бұтының арасында бірнеше жарақат болды. Оның мүшесі ісіп, өзінің түсін өзгерткен, яғни оның бұтынан біреу аяқпен тепкендігі белгілі болды. Оның денесін, яғни кеудесін, ішін ашқан кезде олар қанның көптігін, бауыры езілген, екі қабырғасы сынған, және жүрегінде жарақат болғанын байқады. Криминалистердің сараптамасы бойынша Грег Фленаконды біреу бұтынан қатты теуіп, денесінен бірнеше қатты соққы жасаған. Бірақ бір түсінбейтін нәрсе, сондай соққы болса, неге Грегтің денесінде соққының іздері болмады? Тергеушінің түсінбегені, бөлмеде ақша, әмиян тағы басқа бағалы заттар орында болды. Бөлмеде төбелес, немесе басқа да әрекет, іс-қимылдар болмаған. Ол бөлме қонақжайдың 3-ші қабатында еді. Қаншер терезеден кіру мүмкін емес еді. Және Грег сондай қатты соққы алған кезде, дауысын ешкім естімегені тергеушіге түсініксіз болды. Полиция Грегтің ұялы телефондағы жазбаларды алып, хаттарды және телефон нөмірлерді қарастырды. Нөмірлердің арасынан олар жезөкшелердің, есірткі сататындардың нөмірі табылды. Бұны естіген Грегтің достары, әйелі, жақындар полициямен келіспеді. Өйткені Грег олардың алдында басқа адам еді. Полиция қонақжайдың бейнекамераларын қарады, келіп кеткен жезөкшелер мен есірткі сатқыштарды қарады. Бірақ ешкімді ол таспадан таппады. Бір аптадан кейін нөмірлердің тізімін басқа адамдікі екендігі белгілі болды. Яғни полицияға бұл нөмірлердің тізімін шығарып берген адамдар басқа біреудің тізімін шатастырып берген. Бір қателік полицияның 1-2 апта уақытын алды. Ал Грегтің телефон нөмірлер тізімін полиция алған кезде ештеңе таппады. Ол жұмыс барысымен ғана адамдармен хабарласқан. Бұл істі полиция аша алмағаннан кейін архивқа салды. Осы жағдайдан жарты жыл өткеннен кейін Грегтің жақындары сырттан жеке детектив жалдады. Ол детективке бұл істі жүргізген тергеуші көмектесті. Бүткіл ақпаратты, құжаттарды оған өткізді.
Бірнеше күн бойы ақпаратты қараған детектив мұндай тұжырымға келді: Грег қайтыс болған күні кешкі сағат 7:20-да Грег бөлмеге келіп, микротолқынды пешті қосады. Сол кезде бөлмеде жарық сөніп қалады. Грег ресепшенге хабарласып мән-жайды түсіндіреді. Бөлмеге қызметкер келіп, сағат кешкі 8:30-да бөлмедегі жарықты жасайды. Кетер кезде ол кондиционерді қоспауды өтінді. Сағат 9-да Грег қайтыс болады. Жарты сағатта не болды және Грегті кім өлтіру мүмкін деген сұрақ туады. Детектив қонақжай қызметкерлерін сұраққа алып тергеді. Тергеп болғаннан кейін ол полицияға барып, кім және не үшін қалай Грегті өлтіргенін білем, бірақ маған бөлмеден бір әнісені табу керек деп айтады. Полиция қызметкері бөлмеден не іздейміз дегенде, бөлмеден оқты немесе оқтың ізін табу керек дейді. Бөлмеге барғаннан кейін олар 1-2 сағат іздестіреді. Соңында олар дуалдан оқтан қалған тесікті тауып алады. Сол күні кешке жарық қосылғаннан кейін Грег төсекке жатып темекісін тартып, теледидар көріп жатады. Сол кезде келесі бөлмеден атылған оқ жатқан Грегтің бұтына кіріп, бауырын, жүрегін, екі қабырғасынан өтеді. Грег болса айқай салып, төсектен тұра кетеді. Сол күйде ол еденге құлап түседі. Келесі бөлмеде кім және не үшін Грегті тапаншамен атты? Келесі бөлмеде ішіп отырған 3 ер азамат болған. Олар Тим Штейнметс, Ланс Миллер, Трент Бассано. Келесі күні тергеу бөлмесінде Тим Штейнметс отырды. Ол тергеу барысында өзін еркін ұстады. Детектив іске қатысты ілмектерді қолданып отырып, оны қыспаққа алды. Тергеудің соңында қыспаққа шыдамаған Тим Штейнметс бәрін жайып салды. Шынымен де олар үшеуі 15 қыркүйек 2010 жылы сол бөлмеде ішімдік ішіп отырған. Үшеуінің біреуінде тапанша болған, яғни Ланс Миллер тапаншамен ойнап жүреді. Абайсыздан тапаншадан оқ атылады. Келесі бөлмеден олар Грегтің айқайын естиді, бірақ олар оған көмектесуге ұмтылмады. Олар тіс пастасын алып оқ қалдырған тесікті жамайды. Сөйтіп төменге түсіп, барда ары қарай ішімдік ішеді. 2011 жылы маусым айында Ланс Миллер тұтқынға алынды. Оны Грег Фленаконды өлтірді деген айыппен 10 жылға абақтыға жапты. Ойыннан от шықты деген осы шығар. Аман болайық ағайын.